Ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, бүгін ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев іс-сапармен Мәскеу қаласына барды. Барлығымыз көріп отырмыз. Не болады екен, қандай келісім шарттарға қол қояды екен, жалпы не айтады екен деп бәріміз күтіп отырық қой. Бірақ бұның барлығынан менің өзіме қатты қызық болған дүниелер мынау болды. Біріншіден, бүкіл Мәскеуде Қазақстанның туын іліп тастаған, шынымен де мен деген ғимараттардың барлығы қазақтың туымен безендірілген. Бүкіл жерде ваше превосходительство Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев деп жазып қойған, қазақшасында жазып қойған, аса мәртебелі Тоқаев мырза, Ресей Федерациясына қош келдіңіз деп. Одан бөлек, ағайын, маған қатты өткені, ел президенті ұшақпен Қазақстанның шекарасынан өтіп, Ресейдің шекарасына кірген кезде, президенттің ұшағын 2 ресейлік истребитель күтіп алды да Мәскеуге дейін сопровождение жасады. Одан бөлек, бүгін президент қайда МГУ ма, сондай бір Мәскеудің университетіне барған кезде ол жақтың студенттері шығып, біздің президентпен қазақша сөйлесіп тұрды. Жалпы, ағайын, қазір адамдар неше түрлі жазат шығар, бірақ жеке менің ойымды айта кетейін, өшірдеші. Бұл дегеніміз ең бірінші қазақ тілінің мәртебесі әлемде өсіп келе жатыр. Одан бөлек біздің еліміздің президентінің дипломатиясын барлығы мойындап жатыр. Ал және ең бастысы қазақты бүкіл әлем мойындауда. Осыны біле жүрейік, ағайын, аман болыңыздар.